Пандемия кезінде қаншама адам қырылып қалды енді. Енді осы жағдайға себепкер болған Ертем Бертанов ол болды. Өйткені протокол ол жұмысты ұйымдастыра білу керек еді. Сол жерде ұйымдастыра алмады. Біреуді кінәлағым келмейді, бірақ енді кінәлаймын, ішім ауырады. Өйткені мен өзім анамды жоғалттым. Өзім қасында жүріп, қанша елге көмектесіп жүріп, қанша благотворительный жағдай жасап жүріп, анамды жоғалтып алғаным аяқ астынан өте ауыр. Больницаға түсті ме? Больницаға түскен адам өлді. Больницаға түспей үйде алып қалған әкем өлген жоқ. Атыраудағы жаңағы осындай болған кезде су тасқында. Жаңа санитарный надзор дұрыстап жұмыс істеу керек, оперативный жұмыс істеу керек. Олар солардан бұрын ең бірінші жұмысты бастап кететін солар. Бірақ кешігіп қалды. Ертең эпидемия болады, обязательно. Басталады оның бәрі. Су тасқыннан кейін. Су тасқыннан кейін тағы да болады. Жаңа ковидте басталды. Санитарный деген служба. Служба тікелей президентке. Ол надзор. Санитарный эпидемиологический надзор деп жазылатын. Яғни контролирующий орган. Қазір денсаулық министрлігі Ол сен денсаулыққа қарайды. Сестен өзінің мамандары отыру керек. Ол мамандар отыру керек. Сол мамандар қазір жоғалып барады. Тездетпесек, ертең вообще түк таба алмай қаламыз. Қазіргі кездегі министріміз Ақмарал, мен енді үлкен надеждам бар Ақмаралға. Дәрігерлердің қолы кесілген. Олар қандай жоспар берілді? Сол жоспар бойынша зарплата ала ма? Сол жоспар бойынша жұмыс істейді. Қазір медсестралар бітіреді, дипломы бар, бірақ укол сала алмайды. Дәрігерлердің де медсақтандыруға көңілі толмайды деп айтуға болады ғой. Ағаңыз түрмеде отыр. Қай аға? Кәрім Мәсімов айтады. Отыр, Эленора Каримовна анасы шақырып алып тұрып маған, Кәрім, мынау Арай деген мынау деп шақырып таныстырды. Көмектесем, менің дәрігерім дейді. Өйткені ол кісі тек Кореяда ғана емделеді. Карим Мәсімовтың ең аяулы анасы, ең жақын адамы, соған ажалдан арашалап қалуға себепкер болдыңыз ғой енді. Ол сіздің бір бизнесіңізге, қызметіңізге қандай бір плюстар әкелді? Ол кісімен бірге талай Дариға Назарбаева да бірге болды. Ол кісі мен көріп қалған, бәрі ұйғыр дейді, ұйғыр емес. Мен куәлігін көрдім, Найман деп жазылған Ақсудікі. Ассалаумағалейкум. Адал адам YouTube арнасының көрермені, мен журналист Дәурен Сейтжанұлы. Бүгін бізде қонақта медицина ғылымдарының докторы, профессоры, гигиенист, эпидемиолог Арай Төлемісова ханым. Саламатсыздар. Арай Мағауияқызы, қош келдіңіз. Мен сіз осы медицина саласындағы білікті мамандардың бірі деп білеміз. Осы халықтың денсаулығына жауапты министрліктерді басқарған азаматтар туралы бір аз кем айта кетсек. Өйткені бұрынғы министрлердің қабылдаған шешімдері кейін өзінің жемісін береді, немесе өзінің салдарын көрсетеді. Мысалы айталық, кеше ғана Ажар Ғиният, Алексей Цой, Елжан Біртанов, Жақсылық Досқалиев сияқты азаматтар денсаулық сақтау министрлігін басқарды. Осы азаматтардың жұмысына сіз қысқаша бір баға берсеңіз. Жаңа айтып өткен басшыларымыз әрине бәрі жаман, ештеңе істей алмайды деп айта алмаймыз. Әркімнің салған ісі, үлесі көп, әрине өз емшіліктер бойынша. Бірақ өз басым айтайын дегенім, мына Союз кезінде қойылған заттар бір жүйеде, салмақты, сұранысы бар. Сондықтан оның сұранысы болғаннан кейін, оны сұрайтын болғаннан кейін, оны істелмеген нәрсені төмпештеп, түбіне жетіп, оны наказывать етеді дейді ғой. Сондай жағдайлар болғандықтан кейін, оның шешім қабылдар. Қазіргі кезде тез қозғаламыз дегеннен ба, мына инновацияның арқасында көп нәрсені бірақ кіргізгендіктен ба, кішкене үлгермегендік бар. Мысалы, Досқалиев кезінде ол енді инновация жаңағы стволовые клетки, трансплантология, сондайлар кіріп атырды, ол жаңадан кіріп атқан. Хирургический операцияларды енгізіп, сондай өзгерістер болды. Онан кейін келе жатқан министрліктерде уже страховой медицина кіріп атты. Әрине бұл басшылардың бәрі аз уақытта жұмыс істейді. Енгізіп, ойды бірінші біліп алу керек, не өзгеріс қалай болады. Екінші, оны жүзеге асыру үшін бір енгізу керек бір нәрсені. Енді үшінші, оның уақытын салып, оның жұмысын талап етіп, тексеріп алу керек.
инновация сияқты қылып, экспериментальный сияқты қылып, соны егер бірнеше облыстарда жасап болғаннан кейін, оның жемісін көргеннен кейін барып бүкіл халыққа кіргізу керек. Вот сол. А Тамара кезінде, по-моему, сол кезде болды ғой деймін, страховая медицинаны кіргізу, онан кейін Биртанов кірісті, әрине. Тамара аз уақыт болды. Инновацияны кіргізген кезде жаңа страховая медицина бойынша. Сонан кейін Биртанов кезінде кіргізді. Әрине, оның бәрі кіргізілді. Бір-бірден емес, бірақ кіргізілді. Платформалар. Бірақ кіргізілді, бірақ соның алдын ала кіргізген кезде оны дайындау жағдайы. Оны кіргізетін әкеп, кіргізіп, осындай талап, осындай жасаймыз деді, бірақ оған халық, оған ауруханалар, оған ауылдағы жағдайлар, оған технологиялар дайын болмады. Яғни медстрахованияны кіргізу үшін алдын ала іргетасын қалыптастыру керек. Әрине, онсыз болмайды ғой. Бүкіл врачтарды оқыту керек, халыққа насихат жүргізу керек. Оған программасын дайындау керек. Ол жаңағы нені кіргізген кезде бүкіл жүйе, интернет, цифровизация кіргізу үшін, цифровая программаны кіргізу үшін, платформаны кіргізу үшін, бүкіл ауылға дейінгі ауруханалардың өзіндегі интернет, кейбіреулерде интернет болмайды, кейбір ауруханаларда ол болмайды. Ол платформа дегеніміз жаңағы мына қағаз жүнені азайту. Негізі ол дұрыс нәрсе, былай қарасаң, платформасы. Бірақ оны дайынсыз кіргізді. Оны ары қарай жеткізу керек еді. Оны бәрін кіргізді, бірақ жүзеге аспай қалды. Яғни жаңағы цифровой программалар, ақпараттық жүйелер жұмыс істеген жоқ. Жұмыс істеген жоқ. Жұмыс істесе де істеді. Бірақ айтайын, сәпсім істемеді демеймін. Бәрі емес біртіндеп істеді. Үлкен монополия, үлкен облыстарда ол істелінді. Ал ауылдарда, райондарда, кейбір облыстарда ол істелінбей қалды. Себебі ол дегеніміз жаңағы платформада мысалы жүкті әйелді алайық, ол жүкті әйел қағазбен жүреді әрбір больница, лабораторияда, несі де, больницасы, поликлиникасы, бәрі бір-бірімен связаны болды. Яғни ол мына қағазын алып кіреді, ондағы информациялар жазылып тұрады. Шетелде, мысалы Түркияда, Кореяда, оның бәрі жеңіл нәрсе. Негізі ол енсе, ол өте тез, жеңіл, бәрі көрініп тұратын нәрсе. Идея дұрыс. Бірақ ары қарай жұмыс істеп жүргізіп, оны алып кету жұмысы жүргізілмеді. Сондықтан ол қалды. Не бар емес, не жоқ емес болып тұр. Ол кейбіреулер қиыншылыққа кеп соқты. Оны кімбір кіргізеді, енгізеді жаңағы платформа бойынша. Ол бірінде көрінеді, екіншісінде көрінбей қалады. Оған себебі не? Интернеті жоқ. Или бәрі дұрыс кіргізілмеді. Өйткені маман дайын емес оған қайсын кіргізу, қайсын программист дұрыс емес. Вот сондай нәрселер үшін ол жүзеге аспай қалды. Сондағы ол негізі жүзеге асса, бұл больнойлар история болезней нелерін алып жүрмейтін еді, бәрі сонда компьютерде ол басады, сол аты жөнін жазғанда, оған мысалы терапия қандай дәрі берді, анау қандай берді, лаборатория анализ тапсырсаң, сразу компьютерде көрініп тұрады. Сондықтан бірақ көрінеді де, уақытты да жылдамдатады. И тез дайындалды, қайталану болмайды. А енді ол жүзеге аспағаннан кейін ол да жүреді, мынау қағазда жүреді. Өйткені ол бір жерде көрінбей қалса, еріксіз қағазбен қоса алып жүр. Яғни медсақтандырудың берекесі кетті. Сол айтқан, бір сөзбен айтқанда. Ертерек енгізіп қойды. Жоқ, ертерек емес, енгізген уақыт дұрыс, бірақ соны ары қарай до конца жүргізілген жоқ. Ой ұйымдастырылған жоқ дұрыстап жүргізуді. Менің ойым, енді мен әр облыста қандай жағдай болып жатқан білмеймін. Жаңа министрлерді атап кеттік қой, соның ішінде Тамарадан кеп соқтық, онан кейін Биртанов келген кезде жаңа ковид жағдай. Ковид мәселесі келді. Әрине, ол может быть сол цифровизацияны енгізіп дұрыстап алып кетер ме еді, егер ковид болмаса. Енді ковид кезінде енді елдің бәрі қателеседі ғой. Әрине, аяқ астынан болған нәрсе, болмаған нәрсе. Бірақ енді Елжанның қателіктері болды деп айтайын, енді көп болды. Мысалы, тек өзінен емес, өзі де білмегендіктен, мамандардың да білмеген, ол аяқ астынан болған, жаңағы протоколдың дұрыс шешім қабылдамауы, біркелкі протоколдың болмауы, ұйымдастырылу, о кездегі чрезвычайная ситуация дейді. Оған мысалы Биртановтың кінәлі болып тұрғаны өзінен емес, ол жүйенің дұрыс болмай тұрғаны болуы мүмкін. Енді оны басқарып отқанның өзі болғаннан кейін жауапкершілікті өзі алады. А негізі ол жүйенің дұрыс болмауы. Өйткені жаңағы ЧС жұмыс істеді ондай кезде. ЧС-пен бірге санэпидслужба жұмыс істеу керек. Санэпидслужба дегеніміз эпидемиялық қадағалау. Бірақ айланып келе солардың жұмысы істелінді. Сол кезде олардың керек екені білінді. А бірақ
союз кезінде санэпидемиолог дұрыс жұмыс істеп жүрген. Ал осыған келді де, осы жерге келген кезде кім не істерін білмей қалды. Сол кезде ғана санэпидслужбаның керек екенін, бұл солардың жұмысы, солар алып кету керек екен. Бекшиннің келді келмеді деп жүрген сол. Ол келді келмеді деп айтқан себебі, мен ойлаймын, ол без лабораторный доказательствосы болмай, ол осы вирус бізде Қазақстанда бар деп айту керек, айта алмады. Оны біздің өзімізде лаборатория болған жоқ. Лабораторияда анализ жасай алмады. Сондықтан алдын алынған жоқ. Сондықтан ол, может быть, басқа елде, Россияда может жасалып, подтверждениесі анализ келмей, ол ештеңе деп айта алмады. Яғни оған 3-4 ай бұрын кіріп қойған болуы мүмкін коронавирус. Біз енді білеміз, жаңа жылдан бастап бәріміз ауырдық. Онсыз жоқ. Бірақ енді бізге подтверждение келді мартта, сонан бастап қана ковид болды. Мысалы, оның бәрін жұмысын істейтін санэпидслужба. Егер дұрыс санэпидслужба жұмыс істейтін болса, бұрынғыдай союзный кездегідей, ол мынанша қиыншылыққа әкелмейтін еді. Лечебниктер өзінің протоколын жасап, өзінің экспериментін жасап, өздері дұрыстап айтатын еді. На организационный вопросты санитарный служба жасайтын еді. Бұнда санитарный жұмыс демегеннен кейін лечебниктер не өздері білмеді, не оларды дұрыс простить етпеді. Санитарный служба деген ЧС-пен бірдей болу керек. Оларды қазір прокуратура арқылы кім деген еді? Беланок кеп санитарный службаны құртып кетті. Беланок өзі практик емес. Сондықтан ол кісі практика болмағаннан кейін сол жерде упустил. Мысалы, прокуратура өзінің жұмысын істейді. Неге санитарный врач прокуратураның рұқсат алып қана ол объекті барып тексереді? Мен енді гигиенист болғаннан кейін айтып отырмын да, негізі жұмысы солай. Мысалы, внезапный проверка деген бар. Қазір не көп частныйлар көп, қазір не көп ресторан нелер көп. Оған айтып, сіз келеміз деп рұқсат сұрап келгеннен тексергеннен кейін оның бір нәтиже шыға ма? Внезапный проверка деп келсе, ол кезде нәтиже шығарады. Мысалы, эпидемия, жаңағы ситуация, отравление деген бар. Оның бәрін аяқ астынан сіз контролировать ету керек. Бірақ оның жұмысы бөлініп кетті. Олар өздерінде құқық жоқ болып қалды, права. Олар через прокуратура. Ондай болмау керек. Ол жеке президентке тікелей қарайтын бұрын агентство болатын отдельно. Яғни эпидемиологиялық санитарный служба тікелей президентке. Ол надзор, санитарный эпидемиологический надзор деп жазылатын. Яғни контролирующий орган. Қазір денсаулық министрі ол сен денсаулыққа қарайды. Денсаулық оны қалай, ол больницаларды тексереді сіз. Өздері соның ведомствосында тұрса. Ол неге ол кезде ковид кезінде қалай олар сенің жұмысың дұрыс емес деп айтты. Өйткені оның обеспечение финансовый полностью сіз денсаулыққа қарап тұрса. Өздеріне қарсы алмайды. Өздеріне қарсы алмайды. Сондықтан еще оның астында сіз денсаулықтың астында тұрсыз. Еще оны кеп еще неден прокуратурадан разрешение алды. Прокуратураның басқа жұмысы жоқ па? Сізде өзінің мамандары отыру керек. Мамандар отыру керек. Сол мамандар қазір жоғалып барады. Тездетпесек, ертең мәшеттік болмай қаламыз. Өйткені мынау біраз уақыт алды. Біраз уақыт кетті Министерство здравоохранения астына барғанына. Онда отырған басынан бастап қазір ешқандай маман жоқ дұрыстап. Қалған біраз мамандар бар. Дайындалып келген. Қарағандыда ғана мединститут болған. Онан кейін Алматыда ашылды. Сол қазір Алматының выпускниктері ғана отыр. Қарағандынікі жоқ, біраз ғана қалды. Пандемия кезінде қаншама адам қырылып қалды енді. Қаншама отбасы қара жамылды. Енді осы жағдайға себепкер болған жаңа эпидемиологиялық службаны өзі ол емес. Өйткені олардың құқығы болған жоқ. Служба. Соны Министерство здравоохранения дұрыс ұйымдастырған жоқ. Өйткені ол білмеді, олар не істеу керек, не істемеу керек. Оларға қолдарын байлап қойды. Қылмыстық іс қозғалу керек па? Жоқ, оларға қозғалу керек емес. Оларға рұқсат берілген жоқ. Олар құқықтары болған жоқ жұмыс істейтіндей. Онда денсаулық сақтау министрі. Министр олар енді сол жауап береді. Елжан Біртанов ол болды. Өйткені протокол ол жұмысты ұйымдастыра білу керек еді. Ұйымдастыра алмады. Өйткені ол сол кезде шақырып айтатын еді. Өйткені ол бір отдел болып отыр, департамент болып тұр, мысалы государственный санитарный надзор. Соны шақырып осындай ситуацияда қалай істеу керек деп өзі қозғалып соларға билікті беру керек еді. Яғни Елжан Біртановты мына сыбайлас жемқорлық бойынша өз алдына қылмыстық ісі, енді ол айыпты емес, біз оған баға бермейміз. Бірақ осы пандемия бойынша қылмыстық іс қозғалу керек болса, бірден бір
жауап беретін адам сол министр. Енді в любом случае бүкіл министрлікке ол министр болып келгеннен кейін здравоохранение жауап беретін болғандықтан кейін бәр әлгі басшыға бірінші жауап береді ғой, не болса да. Кім қателеспесе де басшы жауап береді. Сол үшін айтып отырмын. А негізі кім қателеспейді. Бірақ енді ол мекемені алғаннан кейін өзі білмесе, білетін адамдарды жинап сұрау керек. Конечно, бәрі қателеседі, аяқ астынан тер етіледі. Мен ол кезде біреуді кінәлағым келмейді, бірақ енді кінәлаймын, ішім ауырады. Өйткені мен өзім анамды жоғалттым. Өзім қасында жүріп, қанша елге көмектесіп жүріп, қанша благотворительный жағдай жасап жүріп, анамды жоғалтып алғаным аяқ астынан өте ауыр. Сондықтан мен тек өз анамды ғана. Сонысы мен сияқты қанша адам тек анасын емес, ата анасын жоғалтып алған адамдар бар. Өзім білем бірге. Қолдарынан түк істей алмады. Неге? Өйткені ол больницаға түсті ме? Больницаға түскен адам өлді. Больницаға түспей үйде алып қалған әкем өлген жоқ. Сол кезде кінәлі протоколдың дұрыс шықпауы болды. Егер негізі протокол дұрыс шыққанның өзінде де қалай болса да, врачтар қарау керек еді. Просто жаппай мынаны істеу керек па? Тек соны істеп басқасын қарамады. Оның сопутствующийлері да бар ғой. Тек мынау ғана протокол осын істеп қана қоймай, врач деген қарау керек қой. Мысалы, екі адам, екеуінде бір диагноз, бірақ клиникасы по-разному проходит. Екеуінің клиникасы әртүрлі болады ғой течение. Сол үшін 100% бірдей болмайды ғой дәрігерлерде. Дәрігерлердікі мысалы басқасы сияқты міне істелме, істеуің керек деуге болмайды. 5 саусақ міне, функциясы бір, бірақ бәрі әртүрлі ғой әрбіреу. Сол сияқты ол кезде де адамның ағзасы әртүрлі. Ауру бір болса да, оның протекает по-разному. Это тем более вирус, тем более мутированный вирус. Ол ағзаға түскеннен кейін өзгереді. Онан кейін жұмыс істейтін әрине енді ковидпен кетті. Келесі министрлер келген кезде әрине Алексей Цойда енді ол кісі просто ұстап қалу, ол жауапкершілік алғысы келген жоқ өзіне. Сондықтан мен оның ол кезде бір істеңе қозғалды деп айта алмаймын. Жаңағы цифровизацияны ары қарай жүргізетін кезет, олай есеңгіреп қалды да, сол қалпына келтірумен ғана жұмыс істеді ғой. Уақытын өткізумен сияқты болды. Енді ажар келгенде, ажарда енді істеді, ол оңайшылық емес. Тем более ажардың ол лечебник, практикада жұмыс істеген опыты аздау болдау деймін. Енді менің ойым. Сондықтан енді бір жағын алса, бір жағы өзі енді ондай ортаға кіріп, андай объем жұмыс істеп көрген жоқ. Сондықтан кішкене оған ауыр болдау деймін. Енді жұмыс істеп келе жатқан кезім еді, енді танысып кірген кезім еді, уақыт болды. Енді қазіргі кездегі министріміз Ақмарал, мен енді үлкен надеждам бар Ақмаралға. Өйткені ол бәр салада жұмыс істеп көрді. Ол кішкентай мекемені де басқарды, үлкен мекемені де басқарды, облысты басқарды. Ол денсаулық саласында білді. Мына ғылыми жұмыс, ажар, мысалы, остепененный болмаса, Ақмарал остепененный, науканда не екенін біледі. Сондықтан мен ойлаймын, ол кісі егер кішкене уақыт беру керек. Кішкене кірісіп алу, бәрін, бірақ бір күнде істейтін нәрсе емес ол. Біраз уақыт керек. Уақыт берсе, дұрыстап ол кісі қалпына келтіреді деген үміттемін. Себебі мен бірге өстік, білеміз жұмыс деген кезде, ғылыми жақтайда бірге жұмыс етеді. Яғни ол ғылымды түсінеді, біледі, оның қалай екенін біледі. Мәжіліс депутаты Ренат Зайытов отандық дәрігерлерді шетелге жібермей, шетелдік маманды шақырып, өз елімізде оқыту қажеттігін мәлімдетті. Себебі шетелге оқуға баратын дәрігерлердің көбісі қыдырып, тамақ жеп, суретке түсіп, сөйтіп қайтады екен. Енді келсем оғанда, бірақ шілей келіспеймін, өйткені бәрі бірдей емес. Әгі бір құмалақ бір қарым айты шіртеді дегендей, может быть, бір жерде барып сондайды көрген шығар, бірақ бәрі сондай деп айтуға болмайды. Бірақ ол да бар, жоқ деп айтпаймын. Ол да бекерге айтылмайды, оның бәрі бар. Қазіргі кезде дәрігерлердің білімін жетілдіру қиын болып кетті. Қазіргі Қазақстанда дәрігерлерді білімін жетілдіру институты, союзный институт, міне 100 жыл болатын институт жоқ, жабылып қалды. Ол сатылып кетті, жекелендіріп кетті. Бірақ сол функцияны атқарып отыр. Солай ма? Сол функцияны атқару үшін жекелендіріп кетті де, ол функцияны жекелендіріп кеткен жеке предприятие сатып алды да, ол функцияны ары қарай жүргізе алған жоқ. Мен соның қарным ашатыны министрліктер қайда қарап отыр? Жоқ, бір аты бар ғой, бірақ. Сол мекеменің аты бар ғой. Жоқ, уже қазір енді жоқ. Оның лицензиясын да алып алды, өйткені олар дұрыс жұмыс істемеді.
бір жағынан лицензия салған дұрыс болды. Рас ол дұрыс бағытта жұмыс істемесе, оның лицензиясын алып алған дұрыс, жапқан дұрыс. Бір жағынан. Бірақ негізі оның лицензиясы алғаннан кейін, бірақ ол институтты беретін кезде, жекешелендіруге беретін кезде оның функциясын алып қалу керек. Ол бірақ институт союзный. Ол бірдеңені айтады. Мысалы, Ташкентте ол институт бар. Союзный мысалы. Алысқа кетпей қойын, бәр жерде бар. Бірақ Ташкент енді өзіміздікі ғой қатарлас. Олар оны алып қалды. Өйткені ол дәрігерлердің білімін жетілдіру институты деген бір маман қалды. Ол сонда бүкіл мына дәрігерлердің опыттары көп адамдар, профессорлардың бәрі сол дәрігерлер білім жетілдіру институтында болды. Өйткені олар дәрігерлерге білім жетілдіретін кезде не береді? Ол анау кітаптағы вузда беріп жатқан, институтта беріп жатқанды бермейді. Ол практиканы береді. Ол енді көрді ғой. Ол практикасында кездеседі. Ол 100 жылда бір кездесетін ауру бар. 10 жылда бір кездесетін ауру бар. 2 жылда бір қайталанатын ауру бар. Ол оны білмейді ғой. А ол практикада көрді. Клиникасы бір, бірақ ол басқа. Сондай диагноздар салыстыру, соны айту. Мысалы, қазір аутизмнің пайда болды. Оны зерттеп жатқан ешкім жоқ. Ол кезде мына дәрігерлер білімі институтын жетілдіруде мен сонда істедім. Ассистенттіктен бастап келдім. Сол жерде өстім өзім. Сонда көрдім мен қаншама біздің профессорлеріміз қазір мен бірге, сол кісілермен бірге жүрмін. Олар вклад. Оларды біз жоғалтпауымыз керек, олардың барымызды алып қалуымыз керек. Оларға жаңағыдай лекцияны оқу емес, оларға біз не сұхбаттасып отырып, жаңағы дәрігерлердің практикада кездесуін айтып отырмыз керек. Өйткені олар дәрігерлер білім жетілдіру институтында әрбір облыстардан келді дәрігерлер. И өзінің случайын айтты, разбор случаев. Сол кезде айтқан кезде ол айтады, мына өңірде болады. Мысалы, Қызылордада болады, ол ауру. Өскеменде болмайды. Атырауда болатын, мысалы, Шымкентте болмайды. Неге? Яғни территориальный да бар. Ағза деген бірдей болса да, бірақ ағзымы бөлек. Ағзаның өсу ортасы да бөлек. Оның ішкен суы, демалған ауасы, топырағы бөртірлі. Мысалы, топырағы қандай, состав қандай болады, соған байланысты, оның жеген витамині де соған байланысты. Оның ішкен суы, Қызылорданың тұзды суы мен Көкшетаудың жаңағы минерализованный суымен екі бөлек. Әрине, оның ағзасы да бөлек. Көрдіңіз бе? Сондықтан жаңағы аурудың бір протоколдың бәріне біркелкі действует еткен бірдей емес. Мысалы, дәрігерлер білім жетілдіру институтында әрбір дәрігерге түсіндіріп айтатынбыз. Мысалы, бір келді, мына ауру болды. Сен неге мына жақта, мысалы, Қызылорданыкі келеді, Атыраудыкі келеді, Өскемендікі бәрі бір облыс келеді. Сол кезде айтасың, мына ауру бізде көп. Заболеваемость тексерген кезде, мына заболеваемость Қызылордада көп. Атырауда ол жоқ. Атырауда мынау көп. Ол Өскеменде жоқ. Мына Өскеменде мынау көп. Ол неге? Сол кезде зерттелінеді. Сол кезде наука пайда болады. Сол кезде вынужденно науканы жасау керек болады. Тексеру үшін. Ол материал күнделікті істелініп жатыр. Просто соны алып, анализировать етіп, бір методически жасап, сендер мынаны бүйтіп істеңдер, мына жақта мынандай дозада істеңдер деген сондай метод. Вот институт усовершенствования врачейде сол вынужденно автоматически соның бәрі жүреді. Әрине, қазір ол сәпсім оқытылып жатқан жоқ демеймін. Ол бүкіл қазір приказ шығарды. Опять оны Бертанов кезінде шығарып кетті. Кодекске кіргізді. Кодекске кіргізген дұрыс болмады. Өйткені олардың бір өздерінің бір коммерциялық ойы болды ма деген ой келеді менде. Бірақ енді мен кінәлай алмаймын. Негізі кодекске кіргізді. Оның өзінің бір коммерциялық ойы болмаса, өйтіп неге кіргізетін еді. Басқа вуздардың бәрі жабылады. Сол ғана тек государственный институттар ғана қалады. Бірақ бір ФШОЗ деген бар институт. Сол да ТО. Сол ғана кіреді, басқасын бәрі кірмейді деген. Енді автоматически ой келеді сондай коррупция сияқты, неге ол өзі заинтересованность был. Мемлекеттік бүкіл мемлекеттік институттар кіреді. Бірақ бір ғана жіне ФШОЗ деген институт, оның ішіне жекені кіргізіп қойды. Өйткені ол кезінде жеке болған, государственный болған, оның кейін жекелендірді. Сол сияқты Агиев деген болған, қазір енді онда кіргізілді. Бірақ оның лицензиясын алып алды. Ол кім жекешелендірді? Қай министрдің тұсында жекешеленді? Солидаттың кезінде мен жұмыс істедім, болды. Тамарада болды. Бертанов кезінде жұмыс істедім. Сол кезінде болды. Білмеймін, точно айта алмаймын. Сол жекелендіріп кетті, артынан ол 1-2 жыл жұмыс істелді де, сол бет жабылды. Ол қазір мектеп болып қалды. Союзный институт.
сол поставленный нәрсені ары қарай жалғастыру керек. Сол екі нәрсе менің ашуыма айтпай кетпеуіме болмайтын болды. Мысалы мен сол үшін қазір қай жерде болсын соны айтып жүремін өзім негізі. Сол дәрігерлердің мысалы не үшін керек ол институт? Қазіргі әрбір институттарда оқытады. Енді қараңыз, қалай оқытады? Әрбір научный институттар оқытады. Дұрыс, онысы да дұрыс. Бірақ олар научный институттар оқытады, резидентураны оқытуға мен келсем. Бірақ жаңа краткосрочный повышение квалификацияны оқытқанға мен келіспеймін. Неге дейсіз ғой? Өйткені научный институттар өзінің наукасын жасайды, өз особый операцияларын жасайды, жаңағы онкология болсын, глазной болезнь болсын, хирургия болсын, новшество хирургияда болды, кіргізді, ол өздері обсуждать етті, соны кіргізді. Резидентура деген жаңағы долгосрочный повышение переподготовка деген болатын, дәрігерлер институт бітіріп келді ме, келесі мамандық талдау үшін олар жеке-жеке түседі. Олар бірге жүреді, 2 жыл оқиды. Оларды оқытсын, программа жасалынған. Соларды оқытсын, солар бірге жүріп күнде талдау жасап оқытып өздер. Бірақ және краткосрочныйға келетін, жан-жақтан келетін дәрігерлерді олар оқыта алмайды. 2 апта олармен бірге жүре алмайды. Бір күндік практикаға апарсын базасына. Бұрын солай болатын. Практикаға апарады, ол жерде көрсетеді, ол жерде бөліседі, 1 күн бола ма, 2 күн бола, операциясын көреді, талдау, бірақ негізі оған подвести надо же этих врачей. До этого сравнительный нәрселерін айту керек қой. Тек сол ғана емес. Соны институтта оқыту керек. Ал ол институттар, мединституттарда оқытылады қазір, мысалы Асфендияров бар, Крымов, онда оқытатын мұғалімдер студенттерді оқытады. Енді дәрігерлер келсе, оған сол дәрігерлер, сол мұғалімдер оларды да оқытады. Олар қалай ана дәрігерлерге студенттерді оқытып жүрген мұғалім дәрігерлерді оқыта алмайды. Сонан кейін ол дәрігерлерге ол қызық емес. Сосын вынужденно ол оқытатын болғаннан кейін ол оны сатып алады, болды, бітті, сабақ жүрмейді. Сағаты жазылып отырады, олар ақша алып отырады. Вот здесь проблема. Енді ол ертең адам өлтіреді ғой. Әрине, сонан кейін солай болып жатыр қазір. Неге біз мамандардың качествосы потерялся деп айтамыз? Негізі дәрігерлерді білімін жетілдіру институты болу керек. Оған сабақ беретін мұғалімдер, институтта сабақ беретін мұғалімдер бермеу керек. Оған бөлек мұғалімдер сабақ беру керек. Мен өткенде Ақмаралға хат жазып жібердім. Осындай институт бар, осы қалпына келтіру керек деген. Енді естіген шығар, әрине кісінің уақыты қол тимей жатыр. Бірақ соны қайтадан қарастырып, естідім, қарастырып жатыр дегенді. Сол дұрыс қарастырып, дұрыс шешім болса, өйткені мен сол кезде істеп жүрген Агиевта істеген профессорлардың бәрі мен қазір бірге жұмыс істеп жатыр. Жекешелендірген өзім институтым бар менің. Сол институтымды өлтірмей алып жүрмін. Бір ақша табу үшін ашылған жоқ ол институт, бір оның пайдасын көріп атқан жоқпын. Бірақ ана профессорлерімді мен бүйтіп ұстап жүр кезіндегі біз қолымыз жетпей жүрген профессорлер қазір обалды болып отыр. Ол кісілерден көп нәрсені алып қалуға болады. Соларды мен ұстап отырмын. Сол кісілер бар кезде бір жүйе пайдаланып, бір жүйеге келтіріп алсақ, бұрынғы барын жоғалтып алмасақ деген жан айғайым шығып атқан сол. Денсаулық сақтау саласында монополия бар. Жаңағы бір сөзіңізді бөлейін, Ринаттың айтқанын айтайын. Жаңағы институтта сабақ беріп атты, жаңағы научный институттар беріп атты, уақыттары жоқ олардың. Бірақ енді іштерінде біреу екеу келісіп ап шетелмен оқуға жіберіп, 1 күн ғана оқып қалған күндері бос уақыттарын пайдаланып істеуі мүмкін. Ондайға келсем. Бірақ мен өзім институт, мен өзімде Международный институт после дипломного образования дейді, халықаралық. 27 елмен келісім шарты бар. Бірақ соларды жіберетін кезде обязательно аттестациядан өткен институт, аттестациядан өткен клиника болсын сол жақта. Шетелде де сол бір-бірімен қарым-қатынас жасап жүрген клиникаға барса, олар жібермейді, өздерінің аттарын жоғалтып алмау үшін. Оның бәрі тоже қадағалану керек. Сондықтан, бізде қазір не істеді? Бәленбай институтқа берді ме? Жібере салды, ақша бөлінді, тексеруге уақыт жоқ. Оны қадағалайтын бәленбай маманды қадағалау уақыт жоқ. Сондықтан жаңағы дәрігерлер білім жетілдіру институты болса, оларға жібере ме? Спрос с них. Сол кезде бір задание бересің бе, қайтадан жауап алғың келеді ғой, результат туралы. Соны білетін кезде сен сұрайтын адамың болу керек. Сол үшін, егер задание бердің, қайтадан жауап сұрайтын жерің болса, онда ол нәтижелі болады. Денсаулық сақтау саласында монополия бар. Жоғары заманауи технологияларға негізделген операциялар, оталар Алматы мен Астанада жасалады. Ал аймақтарда 1,5 отаға рұқсат беріледі, қалған орталыққа жіберіледі. Квотаның бәрі орталықта.
оны білікті дәрігерлердің өзі айтып отыр. Осыны растайсыз ба? Әрине растаймын, өйткені бәрінде жасайды деп айта алмаймын. Себебі қазір даже онкологиялық аурулар көп қой. Оларды өткізу үшін PET-CT деген аппараттар бар. Компьютерный томография сама собой уже көп жерлерде бар шығар, облыстарда. PET деген аппарат бәр жерде жоқ, бәр мекемеде жоқ. Сондықтан сол аппараттарды болу үшін олар анализге келеді. Анализге келеді, сонан кейін олар көргеннен кейін осы жерде қалып жасағысы келеді. Ол жерде опять-таки жаңағы дәрігерлерді дайындау. Ол ауылда жасайды, бір жасайды, екі жасайды. Физически, жаңағы оборудованиялардың толық болмауы, қамтамасыз етілмеу, дәрілердің толық ол кезде қамтамасыз етпеу, страх. Қазіргі бұрынғы дәрігерлер сияқты, қазіргі жас дәрігерлер өзіне ответственность ала алмайды. Ауылды жерлерде аз қой, бәрі қалада қалғысы келеді. Жақсы білетіндер. Жақсы білетіндер қалаға да керек. Сондықтан оларды қалада ұстауға тырысады. Ақшасын көбейтіп беріп, қалада ұстауға тырысады. Сосын кейін қазір жекелендірген клиникалар көп. Әрине сосын жекелендірген клиникалар алып қалады. Ауылдарда ол клиникалар ондай ақша бере алмайды. Сосын ондай ұстай алмайды. Монополияның себебін осылай түсіндіреді. Осыдан деп ойлаймын. Енді халық дәрігерлер бізге қарамайды, ауруханаға жатқызбай, әуреге салады деп ойлайды. Шын мәнінде дәрігерлер тұсаулы ат сияқты да. Себебі тегін жаңағы кепілдендірілген көлемі бар ғой. Одан кейін жаңағы мәмс бар, медсақтандыру. Науқастарды сол бойынша емдейін десе, линейный шкала деген бар. Сол жүйемен барлық ауруханалар, емханалар жұмыс істеп келе жатыр. Мәселен, әр ауруханаға әр ай сайын бөлінетін қаржы көлемі бар. Яғни аурухана, емханалар сол қаржының көлемінде ғана қызмет көрсетеді. Егер одан асып кетсе, кем түсіп кетсе, сөгіс алады, жауапкершілікке тартылады. Сондай мәселелер бар. Дәрігерлер науқастың жағдайына емес, план бойынша жұмыс істесек болды дегенмен басын қатырып жүреді. Солай ғой? К сожалению, солай болып тұр ғой. Себеп дәрігерлердің кінәсі жоқ бұл жерде. Дәрігерлердің қолы сол жүйені айтып тұрмын ғой. Дәрігерлердің қолы кесілген. Олар қандай жоспар берілді, сол жоспар бойынша зарплата ала ма, сол жоспар бойынша жұмыс істейді. Оған жаңағы линейный шкала бойынша, линейный шкала дегеніміз ақшаны бөледі, соның жүйесі ғой, ақшаны берудің жүйесі. Мәмскидің бойынша бөлінген ақшалар, мысалы, ауру айтпай келінеді. Солай емес пе? Мысалы, ауру айтпай келеді, бір адам жылына бір емес 2-3 рет ауырып қалады. 2-3 рет ота жасайды. Ал бір адам бірде-бір ауырмайды. Бірақ бөлінетін ақша бәріне біркелік. Сол кезде ол дәрігерлер қабылдай алмайды оларды. Өйткені жаңағы бесплатный медицина бойынша бір рет ол қалады, екінші ретінде уже ол келе алмайды. Өйткені екінші ретінде ол оған дәрігер қабылдай алмайды, қабылдағысы келсе де қабылдай алмайды, оның өзінде билік жоқ. Ол қанша ауырып тұрса да? Қанша ауырып тұрса да қабылдай алмайды, өйткені ол енді платный қабылдай алады ақылы. Кейбір больницаларда платный қабылдауға да болмайды. Сондықтан ол тентіреп басқа жерге барады. Мысалы, ауылда келеді, ауылда ол бір рет келді, қабылдады, жаңағы линейный шкала бойынша, жаңағы мәмс бойынша қабылдады болды. Енді ол ауырып айтпай келеді, бір емес неше рет ауырады, екінші рет, үшінші рет келген кезде ол қабылдай алмайды. Ол енді сізді білетін, сыйлайтын ауылдағы адамдар болғаннан кейін, қазақшылық туысы бірдеңе болғаннан кейін айтады, былай істеп. Енді оны жатқыза алмайды ғой, больницаға. Жатқызу қалтасынан төлемейді ғой. Ол не? Жаңағы линейный шкалаға байланысты. Ол порталға тұрыңдар, сөйтіңдер, бүйтіңдер дейді, жоқ. Сосын кейін не істейді? Ол өзі ақылы қабылдай алмайды. Ақылы жатқыза алмайды. Оған құқы жоқ. Сосын олар басқа больницаға баруға тура келеді. Мынаған келеді, бұнда қабылдай алмасам басқасына барады. Ол да тура сол. Сонан кейін барып халық не істейді? Онан кейін барып частныйға барады, частныйға барып түбі ақшасын төлеп, соған емделіп жаны қысылса. Онан болмаса, ол жерде қабылдамаса, менікі дәрігерлерін дұрыс қабылдамады, мені үйтпей қойды дейді де, ерсіз қалаға келеді таныстар арқылы. Сонан кейін әурешілік болып жүр. Оған кінәлі дәрігер де емес. Оған сандалып жүрген біздің халық, ол үшін мына линейный шкаланы дұрыстау керек. Дұрыс емес ол. Қайтадан қарау керек. Ол ақша бөлінеді, мысалы, қазіргі күннің өзінде, өкіметтен мен білемін, мен өзім клиникам бар, қазіргі күннің өзінде январь қаңтардың ақшасы ғана түсті. Линейный шкала бойынша, өкіметтен. Қазір қайтыңыз, қай ай?
науқас экстраны келсе больницаға жату керек болса да жатқыза алмайсыз. жатқыза Өйткені алмаймын. ақша жоқ. Жоқ, мен дәрігерлердің зарплатасын қалтам төлеп отырмын, өйткені мемлекеттік жаңағы сақтандыру бойынша бюджет алған не бойынша мен төлей алмай отырмын. Өйткені жаңағы линейный шкала бойынша есептеп әлі бола алмай жатыр. Оның қарыз бюджеттің ақшасы әлі түскен жоқ. Міне 5 ай болды. Мысалы, әр айда қанша адам ауыратындығын дейсің ғой. Дәрігерлер зарплатасын ала алмай отқанда, ананы мен қалай бесплатно жатқызамын? Мен дәрігердің ақшасын берейін бе? Или ананың? Сондай жағдай. Сондықтан мына линейный шкаланы срочном порядке қарастыру керек. Ақмарал енді осыны взялась, енді түбіне жетіп дұрыстап Өткенде медициналық сақтандыру жүйесін түбегейлі өзгерту керек деп айтты ғой. Дұрыс. Сол осыған байланысты ғой, сол сақтандыру жүйесі, линейный шкаласы сол сақтандыру жүйесіне байланысты болып отыр. Мен айтайын деген қазір фомс дегендер бар. Ақша. Мен деген фомс лишний, Минздрав отыр, фомс тұр, тағы да біреу отыр. Минздрав соны мен істесе, бұрынғыда істесе қайтеді? Сол бүкіл содержать етпей, лишний мекеме экономить етсін. Минздравта штатын финансовый отделын көбейтсін. Болды, то же самое. Зато бір жерде контроль етсін, бір мекемеде. Анау бір мекеме, керемет здание разрешение, министерство бір мекеме, керемет здание. Бұрынғы жүйеге келсе, жаман болмайды деп ойлаймын. Өткенде мәжіліс депутатының бір сөзге тартқанда, Руслан Берденов деген, емханаға барса, мені медстрахование бойынша қаралды, емделді деп тіркеп қойыпты дейді. Тізім солардың арасында жүрмін дейді. Шын мәнінде мен емханаға бармаған едім дейді. Мен де солаймын. Мен өзім де білмеймін, қазіргі күнде емханаға барған жоқпын, Құдай тәуба. Жоқ, барған жоқтан болғанда барып жүрміз ғой, бірақ страхование бойынша барған емеспін. Бірақ менімді атымды біреу мен списокте бар екенді біліп өзімде шошып кеттім. Енді осыны игермесе, қаржысын игермесе болмай ма? Енді жаңағы линейный шкала бойынша бәріне біркелкі. Соны накопительный жасау керек қой. Именной накопительный жасау керек. Жаңағы өзгерту дегеніміз сол. Өзгерткенде қалай өзгертеміз? Сол ұсынысы менің. Енді жарайды, бәріне біркелкі бөлінді. Біркелкі бөлінгенде, сол енді сіз өзіңіздің лимитіңізді уже ауырдыңыз бір рет, бесплатный, екінші ауырдыңыз уже платный. Ал мен ауырған жоқпын. Келесі жылда. Бірақ оның бәрі жиналу керек қой, жинақталу керек қой, менікі. Накопительный болып. Ертең ауырып қалсам, мен соның бәрін жинап, мен емделем. Солай емес пе? Негізі солай болу керек. Дәрігерлердің де медсақтандыруға көңілі толмайды деп айтуға болады. Айтуға болады. Оларды жаңағы мәжбүрлеп роликке түсіріп, медсақтандыру керемет дәрігерлердің кінәсі жоқ деген сөздерді айтқызады. Дәрігерлердің талап қояды екен. Өйткені кейбір дәрігерлердің не болып кететіні неграмотность. Жаңағы мына жүйенің дұрыс қалай екен, қандай екен білмейді. Қабылдауға болмайды, қабылдама дейді, болды. Ол онында линейный шкаласы бар, сол бойынша былай бөлінген дегенді бәр дәрігер біле бермейді. Ол өзінің жұмысын біледі де, оны біле бермейді. Сондықтан ол дұрыс жауап бермей қалады, дұрыс айтылмай қалады. Қазір бізде не? Каждый больной пациент ол врач. Өзі бір жерің ауырса, сіз дәрігерден өзіңіз больше знаете қазіргі кезде. Потому что интернет бар, интернеттен айта салады. Бізде дәрігер қылған мына жүйе дәрігерлердің өздері. Дәрігерлердің өзі, оған да келсем. Бірақ бір қарым майды шіртет дегенде бәрі бірдей деп айта алмаймын. 5 саусақ бірдей емес. Бірақ бар қарным ашады. Мен сізге айтайын, болды ондай случай. Бізде мен білімін жетілдіру болған кейін неше түрлі дәрігерлер келеді. Мен өзім институтыма даже цифра бар айтатын болады. Бір жылдың ішінде 1,5 мың мен Ажар киноятына лично кіргем. Айтқам, Ажар киноятына сізге кірген себебім, мен қарным ашып тұрғаны, меніған қазір менің жеке институтым бар. Мен бірақ жаңағы спискке кірген жоқпын, мен оқытауға құқым жоқ. Мен субподряд ретінде ғана оқыталам, басқа институттардың атынан демеймін. Бірақ мен оқытам субподряд. Енді мен сізге келген себебім, 1 жылдың ішінде, 1 жылға болма 10 айдың ішінде, 1,5 мың дәрігер менен повышение өтіп кетті. Бірақ менен қағаз сұраған жоқ. Соны естіп, мен шошыдым. Соны санды көріп, шошып, сізге сұранып келгенім осы дедім. Лично өзім Ажар киноятқа кірдім. Сол үшін кірдім. Неге? Өйткені ол дәрігерлер қағаз керек жоқ, маған қағаз бар. Сізде дұрыс білім алады екен. Сізден оқып кетейікші, маған оқытыңыз, маған оқу керек деп келген 1,5 мың адам. Ақшасын төледі, менен тәлім алды. Тек бірақ маман емес,
бірнеше маман. Бізде 47 маман бар. Сол 47 маманның ішінде 1,5 цифр деген өте үлкен цифр ол. Өте үлкен цифр 1,5 деген. Жылына 300 адам оқытатындай бар. А бұл жерде 1,5 адам, 1000 адам просто так оқып кетті. Сол кезде мен шошындым. Сол үшін институт керек деп отқанымыз сол. Өйткені не? Мединститутты бітіреді. Онда бәріміз студент болдық. Кітап, әйтеуір біз отчет алсақ, дипломымызды алсақ, сол үшін оқыдық. Солай емес пе? Бәрімізде. Тұрыстық, оқыдық, бірақ мән бермедік. Не воспринимали серьезно. Бірақ артынан есімізге түседі оқығанымыз. Бірақ негізі солай болды. Институт бітіріп кеп жұмыс істеген кезде басың тиеді. Анда проекттер. Қазіргі студенттерге вообще жаным ашиды. Неге? Біздер хоть больнойды көрдік, бізді апаратын, көрсететін, больнойларда келісетін, сөйлесетін, біз ол кезде коммуникация болды, бәрі дұрыстап болады. А қазіргі кездер бәрі манекен. Дұрыс салып жатыр ма, ол айғайламайды ғой. Сөйлемейді ғой. Дұрыс салып жатыр ма, өтірік манекен бар ма? Кірде соны укол салып үйреніңдер, бір көрсетеді, болды. Ол каждый дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс емес. Қазір медсестралар бітіреді, дипломы бар, бірақ укол сала алмайды. Мен клиникам бар, мәлім медсестра алдым, укол сала алмайды медсестраларға. Онда мына не дедім? Бар оқып кел, содан кейін келесің жұмысқа аламын дейді. Вот сондай жағдайлар. Солар басқаларды құртады. Сол мысалы сол келген адам жаңағы 1,5 деген айтам. Ақша бөлінеді ана институтқа, мына институтқа, олар үлгермейді. Ол жерден қағазын алып алады, бірақ жұмыс істей алмайды. Жаңағы қай бетімен барады анау. Манекен болды, көрді ғой, адам көрмеді. А бізде өзіміздің клиникамыз болғаннан кейін 1-2 адам болса да біз кіргіземіз. Әгі баланы, любой адам түсінеді. Енді тяжелый больнойларға кіре алмайды, түсінеді. Любой адамға түсінеді. Бірінші, между собой өздеріне жасат қыздыртуға тырысамыз. Группа жинаймыз да, бір-біріңді, если хотите, помогите друг другу деп. Сондай біз случайлар жасаймыз. Мен международный институт болғаннан кейін мен шетелге де апарам. Апарғанда бірінші 1 апта өзімде дайындап алам психология, 1 апта шетелге апарам. Онда 1 ай жүріп, бәленбай ақша тратить керек жоқ. Оларға барып бір көру, салыстыру, құлағымен есту, оларда қалай істейтіні. Тоқетері мынаннан айт, мына сұрақтарды қойыңдар деп өзім қоса отырам, сол кезде қояды, сол кезде олар біледі. Әрине, шетелге бірінші шығып тұрғаннан кейін 1 күнге экскурсия береміз. Барады, жүреді, қыдырады, суретке түседі, келеді. Бірақ қалған 4 күн, 5 күнге барса, 4 күн олар сабақ оқып келеді. Бірақ онан артық барып керек жоқ. Егер специально только бір методиканы үйрену ғана болса, онда, пожалуйста, оған 10 адам бармайды ғой. Енді қазір әлеуметтік желіні ашып қалсаң, сбор жинап жатқан адамның санында шек жоқ, дертіне шипа таппай, емделейін десе ақша таппай. Көзіңіз көріп жүрген шығар, енді былай қарап отырған кезде жүрегім ауырады. Мен өтіп кетуге тырысамын. Әсіресе онкологиялық аурулар. Балалар көп ауырып жатыр. Көбісі жаңа Кореяға, Түркияға, Израильге, сол жақтарға кетеді. Германияға кетіп жатқандар да бар. Мысалы айтайын, таныс ағамның қызы Кореяда емделіп жатыр. Оған жабысқан ауру, Африкада кездесетін бір аурудың түрі екен да. Ол вирус Қазақстанда қалай қайдан пайда болды? Енді ол шекарамыз ашық, ары бері жүретін адамдар көп. Қазір тәуба, бәрі шығады. Бірақ ол әкелем деп әкелмейді, енді бәрі барып ауырады, қалай жұғады. Жаңа айтып отырмын ғой, вирустың өзі мутироваться етіледі деп. Әр ағзада әртүрлі әсер етеді. Мысалы, сол бір вирус маған сізге түссе, менің сопутствующий ауруларым болса, ол маған соларға әсер етіп, басқаша клиникам болады. Сізге тиіссе, сіз жеңілдік ауырып кетуіңіз мүмкін. Көрдіңіз ба? Сондықтан әртүрлі. Ол жаққа барып шетелде ол ауруды жұқтырып, жеңіл түрмен ауырып келді ма? Келгеннен кейін ол ауру басқа біреуге жұқты ма? Ол басқаша өзгеріп кетуі мүмкін. Сіздің иммундық жүйеңізге қарамайды ол. Сен қанша жерде мықты дәрумені жақсы тамақ жеп жүрсің де, ол вирус түсті ма, ол күйретіп жібереді. Әрине, вирустың түріне байланысты. Қазіргі түрлері сондай болып кетті вирустар. Сондықтан бәріне біркелкі деуге болмайды. Енді әрине ол үшін не істеу керек? Жаңағы шетелге шыққандарды бір жүйеге тексерілуден өткізіп, бұрын виза беретін, виза жарайды ол самасы ғой. Ковид кезінде строго бәрі температурасын тексеріп, бәрін тексерді. Басқа ерлерді тексерді. Мысалы, Кореяға бару үшін виза болмаса да жаңағы справка не үшін келеді дегендей
анамнезін қарайтын. Мысалға Кореяда. Енді Өздерін сақтандырады. Мысалы, олардың қорқпайтындығы ары бері жүргенде. Олардың бәрі 100% вакцина алады. Жаңағы вирусқа вакцина алады. Біздерде вакцина алмаймыз. 100% вакцина алады. Мен мысалы қазір білем, мен қызым Түркияда тұрды, інім екеуі. Оларда не обсуждается? Бөлінді, өкімет, сен больницаға прикреплен, парасын да аласың. Алмау деген жоқ. Кореяда солай. Кореяда мен жұмыс істеймін, арылсам. Оларда вакцина алмау деген нәрсе жоқ. Строго вакцина алады. Ол вакцинаны бүгін алдың ба, ертең ол әсер етпей қоймайды емес. Ол потом действует етеді. Жаңадан туған балаға салады ғой АКДС. Это же пожизненно его защищает. То же самое вакцина деген сол. Жаңағы ковид кезінде біздікілер не істеді? Қағазын жасады, вакцина алған жоқ қойшы. Иә. Содан кейін ауырды. Бүгін ауырға, сол бір жыл ауырған жоқ. Бірақ потом-то ауырасың сен бәрібір. У тебя же организм не борется. А качество вакцины – это другой вопрос. Сапасы ол бөлек сұрақ. А негізі психология. Вакцина алу керек. Бізде Қазақстанда химия алса, ол өледі деп ойлайды. Енді ашығын айтқанда, неге мұндай көзқарас қалыптасқан? Мысалы, енді ал Кореяда химия алғандар емделіп, адам қатарына қосылып кетіп жатыр. Әрине. Оның бәрі, химия алғанның бәрі өліп қалады деп айтылмайды. Онкология болып ауырды дегеннің бәрі өліп қалмайды. Онкология болып ауырды, ол психология адамның. Мысалы, халыққа айтайын, біреу онкология болды ма? Болды. Сонымен өмірі бітті, бәрімен қоштасады, емделмейді, үйтпейді. Олай дұрыс емес. Ол психология. Адам, ол айтады ғой, сынақ кімге беріледі? Сынақты көтере алатын адамға беріледі. Яғни, сол көтере алатын адам шығар, сондықтан оны дұрыс қабылдай білу керек. Ол бір, ол психология. Екіншіден, оны химия арқылы ағзадан тоқтатып шығарып салатын жолдар бар. Иә, қазіргі кезде емделуге шетелге барып жатыр. Емделуге шетелге барған кездегі әрине Германияға барады. Өте қымбат. Өте қымбат, бірақ емделіп шығады. Бірақ емделуге барады. Енді ақшасы бар адамдар барады. Айтып жіберіңізші, кешіріңіз. Мысалы, Корея мен Қазақстандағы осы химия терапия ма? Иә. Айырмашылығы неде? Протокол бәрінде біреу. Германияға барса да сол лечение, Кореяға барса да сол лечение, Түркияға барса да сол лечение. Айырмашылығы дәріде. Айырмашылығы оны дұрыстап қабылдауда. Сөйтіп айтайын. Мысалы, мен қаншама ауруларды медицинский туризм деп дамывать деп бар ғой қазір. Енді мен ондай туризмде емес, бірге жұмыс істеп танитын болғаннан кейін көп адамдарды жіберіп жатырмын. Біз енді мына дәрігер білім институты Сучинен деген клиникамен жұмыс істейміз бірге, обмен опытым. Сол кезде сол қанша адамдарды мен жібердім. Мына жерден онкология болды, өлдім деп барған адамдар ана жерге подтверждение жоқ. Ол дегеніміз мына жердегі анализдердің дұрыс болмауы. Ұялғаным, қазіргі кезде сол үшін мен лаборатория аштым ғой. Өзім, өйткені Кореяға өзім лабораториям тексеріп жіберетін болдым. Сол кісілерді. Ол бір. Екінші, Корея сонан бастап мен лабораториям данный болса, арғы тексермей қабылдай беретін болды. Соғанға дейін жеткіздік. Сол үшін мен вынуждены болдым лаборатория ашуды. Ол бір. Екіншіден, онда барған кездегі олардың тәсілі. Мен, мысалы, Кореяның емдеуі өте ұнайды маған. Түркиядағы, мысалы, ковид кезінде Корея қабылдамады. Біз бәрін Түркияға жіберді. Түркия доступны болды. Ол жерде де қабылдайды. Ол жерде де сол дәрі. Бірақ сол дәріні о жақта жатып алып емделмей, осы жерге алып кеп емделетіндер бар. Есть мягкий подход ағзаға. Мысалы, химия деген ол бір, ол химия ғой енді ағзаны травить етеді, мысалы, иә. Біздікілер алады да химияны бір сағатта системамен ұрып жібереді, организм шок болады. Бәріне келген кезде ағзалар. Мысалы, қазіргі күнге өзімнің ойым, енді өзім практикам, мен оны ешкім дәлелдеп естіген жоқ. Бірақ енді өзім көріп жүрмін ғой. Турциядағысын енді точно білмеймін онда жатқан. Кореядағы ол күніне ол сол дәріні, дозаны біздікілер бір сағатта жіберер, а олар бір күнде жібереді. Өйткені ол
100 грамм суды жіберіп алады. Күні кешке дейін системаны қойып қояды да, ол жүріп қабылдайды. Неге жүріп қабылдайды? Басы айланбайды. Неге? Өйткені ол сразу жібермейді деп, медленно жібереді. 100 грамм суды құяды да, арасына 5 миллиграмм жаңағын жібереді де, қайтадан тоқтатып тұрады да, қайтадан барып ол ары қарай жібереді. Или же граммнан капать етіп тұрады. Грамм пауза ұстайды, қайтадан граммнан капать етеді, қайтадан пауза ұстайды. Сөйтіп ол течение дня ол капать етеді организм. Ал біздікілер жарты күнде оны капать етіп алады, естественно, реакция болады. Әйтпесе, протокол лечения бәрінде бірдей. Конечно, ол ноу-хау олардың өздерінің. Мен просто қазір оны раскусила, сосын көріп жүргеннен кейін айтқаным сол. Шыныңызды айтыңызшы, жаңа фармацевтика саласы адамдардың денсаулығын жақсартуды ойлай ма, әлде тек табыс табуды ойлай ма? Әрине жақсартуды ойлайды. Фармацевтика саласындағы магнаттарды айта аласыз ба? Қазақстандағы? Жоқ, айта алмаймын. Лекарстволарды білмеймін, елестейді. Медоборудованияны айта аламын. Фармацевтикалық зауыттардың, өндірістердің батқанда тізгінін ұстап отырған адамдарды айта аласыз ба? Қазіргі бай адамдардың бәрі фармацевттер болып шығып жатыр. Сонан-ақ айтуға болады. Неге айта алмайсыз? Негізі рас айтамын, білмеймін. Мысалы, белгілі бір, енді ол халыққа қызмет етіп отырған ең қажетті сала ғой енді ол. Неге олардың құпия ол, неге? Жоқ, компания қазір, мысалы, бір адамның, мен мысалы бір дәріні беру үшін мен 5-6 компания ашып аламын, оның қайсы бірін жаттай беремін. Бірақ негізі құпия ма әлде бұл? Құпия емес. Әлде қорқасыздар ма? Жоқ, қорықпаймын. Мен негізі айтайын, ол адамға пайда әкелетін негізі дәрілер, иә. Әрине бұл отечественное производство дейді ғой қазір. Отечественное производство өзімізде шығарған дұрыс деп жатыр. Ол дұрыс, өзіміз шығаруымыз керек. Бізге фармацевтикалық зауыттар салу керек. Бірақ оның ол өкімет арқылы қолдап істелінбесе, жеке бас істеу қиын. Жеке бас істегеннен кейін ол өзін ақтау үшін әрине көбіне жаңағы пайдасын көру үшін жұмыс істеп кетеді. Біздің жаңағы ауруларымыздың шетелге қарағанда емделмеуі, олардағы шетелге барса жазылып келеді, бізде жазылмауы дәріміздің сапасының дұрыс еместігінде. Мысалы, отечественное производство Қазақстанда шыққан дәріні мен пайдаландым, іштім, сол протокол бойынша. Бірақ маған ол әсер етпеді. Составы дұрыс емес. Оның күш қуаты жетпейді. Бірақ сол дәрі, сол названиямен Кореянікін шығады. Бірақ Кореядан ішсем, мен жазылам. Өйткені оның қуаты бөлек, ол маған әсер етеді. Енді алпауыттар, әлемдік масштабтағы алпауыттар осы фармацевтиканың тізгінін ұстап отырған өзінің бизнесін дөңгелету үшін кейбір ауруларды өздері таратады дейді, вирустарды. Сондай бір көзқарас бар. Биолабораторияларда мысалы вирустар өндіріледі, соған сәйкес тосқауыл қоятын дәрі-дәрмектер, вакциналар ойлап табылады. Былай айтқанда үлкен маркетинг. Сіз енді білікті дәрігерсіз ғой, көзіңіз ашық адам. Мен оған айтаймын, халыққа да айтамын. Ковид кезінде ондай ақпараттар тарады, самолетпен ұшырып шашып кетті, үйтіп кетті, бүйтіп кетті деген, ол жалған ақпарат. Ол өтірік, дұрыс емес. Енді биологический лабораторияларда әрине ол особо опасный инфекциялардың қалай әсер ету, қалай развиваться ету, ол болады. Ондай ол сол үшін ол биолаборатория, сол үшін биолаборатория. Оны ауру тарып кетсін, халықты өлтіру үшін деген ол жалған ақпарат. Су тасқыны болған кезде мына Атырау облысында бейіттердегі мәйіттер су бетіне қалқып шықты. Түрлі инфекциялар тарады деген әңгімелер болды, бірақ бұны жоққа шығарды. Сіз бұны ащы шындықты айтасыз қандай? Немесе халыққа қандай басу айтасыз? Енді әрине ол өте ауыр жағдай, жаңағы су тасқында болғаны. Енді өте ауыр апат. Басқа салмасын дейміз, енді ол кісілерге сабырлық берсін. Өте ауыр нәрсе. Енді ол аймақта инфекциялық аурулар болады. Жоқ деп айта алмаймын. Болу ықтимал. Оны дер кезінде оперативный түрде жұмыс істеу керек. Мысалы, мен енді как гигиенс-эпидемиолог ретінде білем, не кезінде Атыраудағы жаңағы осындай болған кезде су тасқында жаңа санитарный надзор
дұрыстап жұмыс істеу керек, оперативно жұмыс істеу керек. Олар солардан бұрын ең бірінші жұмысты бастап кететін солар. Бірақ кешігіп қалды. Айжан Серікбайына деген қазір енді министерство сол оперативно жұмыс істеу керек еді. Бірақ істеді, ұйымдастырылды жұмыстар. Бірақ сәл кешікті. Біз сондықтан надзирательный орган, оперативность болу керек. Дайын болу керек ондайдың бәріне. Әлі де оған қолымызды түсіріп, болды бітті деуге болмайды. Біз на чеку должны быть. Өйткені о жерде топырақ ластанды. О жерде ауа ластанды. О жерде су ластанды. Судың ластанғаны холера болуы мүмкін. Ол бір су бір адам ғана ауырмайды, онда эпидемия болады. Бүкіл регион ауыруы мүмкін. Сондықтан четкий контроль, күнделікті анализ жасалып отыру керек. Тексеріліп отыру керек. Су, топырақ, ауа. Сол сияқты жаңағы бейттің кеткендіктен жаңағы инфекциялардың болуы мүмкін. О жерде больше всего гепатит болуы мүмкін. Гепатит А. Это тоже пандемия болуы мүмкін. Гепатит А деген сары ауру ма? Сары ауру. Иә. Өйткені жаңағы трупный неден обязательно гепатит болады. Обязательно. Сондықтан оны на чеку болу керек. Оған алдын ала шаралар жүргізілу керек, сондай болмау үшін. Сол жердің регионды дайындауымыз керек, санитарный дәрігерлерді. Халықпен насихат жасау керек осындай. Ол неден жұғады? Ол қол тазалықтан жұғады. Тазалық дегеніміз жаңағы стерилизация. Жаңағы даладағы заттарды, енді ол кетті даладан, су болып ағып кетті. Однозначно ол инфицированный почва, инфицированная вода. Бірақ ол суды ішпеу керек. Ол суды огород суғармау керек. Ол топырақта өсірмеу керек ештеңе. Өйткені ол однозначно инфекциямен болады олардың бәрі. Сондықтан алдын ала жұмыс жасау керек ол региондармен. Су басқан региондардың бәрімен жұмыс жасауымыз керек. Осылардың бәрін болдырмау, тексеру, анализировать ету, бар ма ол инфекция, басқалар аурудың, бұның бәрі СС-тің жұмысы. Жаңағы заболеваемостьтер тексеру. Қазір заболеваемость өсті, азайды, кім тексереді? Бұрын осының бәрі санитарный врачтар тексеретін. Заболеваемость көп, қай регионда қай заболеваемость көп. Қай регионда ол аз. Неге причинасын табатын бәрі сіз. Біз сол ғылым бойынша жұмыс істегенбіз. А қазір оны ешкім тексеріп жатқан жоқ. Қазір эпидемиологтар заболеваемостьті қалай есептеу, қалай тексеру, қалай статистика жасауын білмейді. Қазір облздравтарда стат отдел бар. Просто не істейді, цифрларды алып көшіреді, болды. Анализ жоқ. Негізі любой нәрседе планирование болмаса, анализ жасалмаса, никогда результата не будет. А бізде ондай жоқ, план деген нәрсе, утверждать, подтверждается деген нәрсе. Бұрын помните союз кезінде. План утверждать ету деген, утверждить етіп келдік, сол планды дегеннің өзі барып утверждать етіп, әрбір мекеме өздері утверждать етеді. Соның кейін сол план бойынша отчет тапсырған кезде соның анализін тексеретін. Стелінді ме, стелінбеді ме? Егер ол стелінсе, причинасын анализін жасайды. Стелінбесе, неге анализ? Қазір мен бір отчетты ондай анализ жасаған көрген емес. Сондықтан оның шешімі жоқ. Жаңағы линейный шкалаңызды кіргізді, а где отчет? Где анализ? Кто выступал? Кто говорил? Результат об этих анализах. Сондықтан бұрынғы жүйені көтеру керек. Изобретенный велосипедті зачем? Заново изобретать и его менять, ломать. Екі дөңгелекпен бір үстіндегі темір болмаса, бас суть-то сол. Аты, может быть, өзгереді. Қазір же модно же, одно и то же. Кауч, там, бірдеңе, информация, там, интеграция дегендер. Иностранный языкпен. А суть-то одно и то же. Эпидемиялық аурулар туралы айттық қой, дәрігерлердің деңгейі бұл жағынан төмен бізде. Енді эпидемиялық дәрігерлер туралы бір айт кетейін дегенім, жаңағы дәрігерлер білім жетілдіру бөлек қой, жаңағы санитарный врачтарды дайындау керек. Жаңағы надзор дедік қой. Егер надзорды алса санитарный служба, онда ол дұрыс жұмыс істейді. Без прокуратуры надзор өзі болса, бұрынғы союзный. Почему Россия қалдырды өзіне надзорды? А біз өзгеріп кеттік. Почему постсоветский союздердің бәрінде барсың? Қазақстан өзгеріп кетті. Жарайды өзгерді, уақыт өтті, результат показал. Ну, можно же перейти. Ауысып қайтадан қалпына келуге болады ғой. Әр нәрсені басқа жақта шетелден біз өзгеруіміз керек. Жақсы жағына қарай өзгеруіміз керек қой, жаман жағына емес. Жарайды өзгеріп көрдің, жаман екенін көрдің ғой, енді қайтадан қалпына келе ғой. Оны ертең ол, бәрібір ол жасайды оны. Ертең эпидемия болады.
обязательно басталады оның бәрі. Жаңа су тасқынынан кейін. Су тасқыннан кейін тағы да болады. Және ковид те басталды. Оның бәрін есептеу, анализир. Маман қалмайды енді оны қалпына дұрыстап әкелу үшін. Қазір саналы ғана мамандар қалды. Қазір мамандар міне ең жасы 55-60-қа келді. Бір 10 жыл соларды алып үйретіп, бір 10 адамды үйретсем деген мен бір 10 адамды үйретіп кетсем, ертең сол адам тағы да 10 адамды үйретеді ау деген надеждамен осы институтымды қалдырып, службаны орнына қойып бір істесек екен деймін. Мен профессор деген атым бар. Генис эпидемиологпын. Қанша оқыдым осығанға дейін дәрігерлік білімін жетілдіру кезінде. Қанша мамандарды қалай істеу керек екенін дайындадым. Енді мына институт жоқ болғаннан кейін оның бәрі қалды. Бірақ мені ұйықтатпайтыны сол. Бір 10 адам дайындап кетсек, бәріміз жабылып. Ертең ол 10 адам қалдырады. Ертең о дүниелікке барғанда менен сұрайды ғой. Біліп тұрып, неге айтпадың? Сонда менің бетім таза болады. Сол мені вопрос мучит. Сол үшін ғана мен айғай-шуым осы ғана. Шынымды айтсам. Бізге кезінде еврейлер оқыды Қарағандыда, сол кезде айтатын, санитарный врач дұрыс жұмыс істесе, емдейтін дәрігерлерге жұмыс жоқ деп. Это уже о чем-то говорит. Бүкіл қоршаған орта өзгеріп жатыр ма? Қалай өзгеріп жатыр? Оның суы, топырағы, ауасы ары қарай айтпай-ақ қояды. Қалай өзгерді? Ол өзгерді. Қазір выбросы, транспортный выбросы, бәрі ауада жүр. Кезінде, это 97-ші жылы мен лекция оқып жүрген кезде 10% ПДК повышение болатын. ПДК деген предельно допустимая концентрация воздуха именно свинцом превышала 10% из-за транспорта. Қазір еще больше. Если не миллион. А он кім айтып отыр? Кім тексеріп отыр? Экология дейді. Вот экология. Экология дейді, ақшаны алып алады, болды экология проблема. А оны исправлять еткен ешкім жоқ. Ол ақшаны сол жүйеге жіберу керек қой. А может ол жіберетін еді ол ақшаны. Қазір күшті жігіттер бар, предпринимательдер. Өзінің болашағы үшін, өзінің балалары үшін, өзінің ұрпағы үшін істейік деп едік. Осы экологияны өзгерткіміз келіп тұр. Мына жерде былай мынандай идеяларымыз бар. Соны қай жерге барып, қалай істесек дейді. Оны тексеріп отқан адам жоқ. Оны тексеріп отқан мекеме жоқ. Бұрын ғылыми институттар болған, специальный. Олардың бәрі жоқ қазір. СПИД орталығы бар, Иә. Олар нашақор, жеңіл жүрісті қыздарды тексеруден өткізіп тұрады. Енді потенциальный СПИД жұқтырушылар деп тексереді ғой. Енді қазір қарапайым адамдар, отбасылы әйелдер мен еркектер СПИД жұқтырып жатыр. Және оларды анықтау қиынға соғып жатыр. Олар өткені өзінің семьясын ойлайды, немесе күйеуін ойлайды, немесе әйелін ойлайды да, олар үндемей айтпай жүре береді. Және олар өзінің СПИД екенін де білмеуі де мүмкін. Уақыт өткен біраз асқынғаннан кейін ғана сезеді да. Оған дейін ол қаншама адамға жұқтырып үлгереді. Осы СПИД орталығындағы мамандар осыны дабыл қағып айтып жатыр. Келсем білемін мен бұл цифрларды. Мен олармен жұмыс істеймін, қалай істеп жатқанын білемін. Ол орта өзгерді ғой. Оған дәрігерлердің кінәсі не? Келді, тексерді, айтты, анонимно жүргізді. Ол, может быть, емделіп келеді, бірақ әйелін айтпайды, күйеуі. Әйелі сол емделіп жүреді, бірақ күйеуін айтпайды. Енді ол үйін семьясына араласпайды ғой, дәрігерлер. Дәрігерлер өз жұмысын істеді. Бұл енді әлеуметтік жағдай. Ол мына қазіргі енді ортамыз не болып бара жатырмыз, қорқынышты бірақ. Қазір енді бейберекет жүрістің арқасында. Енді қазір енді заман өзгерді, мына даже біздің балаларымыз. Акселерация дейді, физическое развитие детей и подростков поменялось. Жас өспірімдердің пубертанттық кезең өзгеріп кетті, жасарып кетті. Бұрын етек кірі қыздарға мысалы 13-14-те келетін еді, қазіргі қыздарға 8-9 жаста келеді. Ол дегеніміз не? Уже қыздар 8-9 жасында уже жаңағы подростковый возраст 13-14 дедік пе, қазір ерте болып кететін болды. Сондықтан қазір өте көп жыныстық қатынастардың мектепте болатыны. Біздердің кезімізде, Құдай сақтасын, мектепте деген институтта болса, ойбай бірінші, екінші курста ететін едік. Қазір кезде мектепте болатын. Өте ауыр жағдай. Жыныстық қатынас туралы айту керек дейді мектеп оқушыларына. Пән енгізу керек. Бұл қаншалықты орынды? Енді ол тығылып бәріміз телінгенше, лучше ашсын бетіне айтқан дұрыс болады. Өзіңіз ойлаңызшы. Менің де балам бар, сіздің де балаңыз бар.
өзім айта алмаймын ата-ана. Бір ата-ана айта алады, бір ата-ана айта алмайды. Сондықтан тіпті бір пән емес тәрбие сағаты деп тәрбие сағатын жасайды ғой. Сол кезде обязательно айту керек. Оны бір пән қылып, оған ақша төлеп, оны басқа болып кетеді оны. Просто тәрбие сағат деген болушы еді ғой кезіңізде, жарты сағат. Иә. Сол класста тәрбие сағат. Қыздарға бөлек, жігіттерге бөлек. Ол жүргізетін, ол жүргізу керек те. Бұрын оны подростковый возраст кезінде айтатын, қазір можно ертерек айтқанға. Ағаңыз түрмеде отыр. Қайға? Кәрім Мәсімовті айтам. Отыр, Мен причем? Мен причем? Енді әріптестеріңіз сіздің ағаңыз деп айтқан. Онда қандай жақсы? Білмеппін. Білмеппін ол кісі менің ағам екен. Мен ол кісімен бір рет кездестім ау деймін, бірінші рет. Әкесі қайтыс болған кезде, мен қайтыс болғанда бара алмадым. 40-ында барған кезде Эленора Каримовна анасы шақырып алып тұрып маған, Кәрім, мынау Арай деген мынау деп шақырып таныстырды. Сол кезде қолын алып, ол кісімен амандастым. Бірінші рет өмірімде, көргенім де бірінші рет, амандасқаным да бірінші рет. Сол кезде ол кісінің айтқаны, рахмет сізге, анамды құрметтегеніңізге, сізге мыңда бір алғысым шексіз деп жылы сөздер айтты маған. Басқа мен ол кісінің анасы ғой, көрген. Анасы шақырған. Анасында әкесімен бірге жұмыс істедік. Әкесі Масимов центр деген, Қажымқан Қасымович деген кісі. Ол кісі мен дәрігерлер білім жетілдіру институтында жұмыс істеп жүрген кезде, проректор кезінде, ол кісі сол кезде кеп ұсыныстар жасап, сол кезде бірге жұмыс істедік. Ол кісі жеке мемлекет ашылды. Сол кезде мен ана институт сатылатын болып, мені жұмыстан босатып, аяқ астынан менің орныма біреуді жұмысқа алып қойған екен. Мен айттым, жарайды, өзім шаршадым, кете берейін деп кетіп, сол кісіге жұмысқа кірдім. Советник медицинским вопросам деп, ол кезде уже профессор кезімде. Медицинский вопрос советник болып келдім. Ол кісімен біраз жұмыстар істедім. Өте сыйлаймын, марқұм жатқан жер жайлы болсын. Өте сондай жан ашитын, ақ көңіл, сондай кісі. Мен жамандық бірге жұмыс істедік. Әкесімен Кәріммен жұмыс істеген жоқ. Әкесімен Қажымқан Қасымовичпен жұмыс істедім. Сол кезде Кореяға бір барғаным, сол кісімен бардым талай рет. Сол кісімен барған кезде айтып отыратын, Арай, мынау бізде Қазақстанда мынау не материал екен? Бізде Қазақстанда жоқ қой дейме? Алып барайық осыны. Мынау жоқ екен бізде. Мынаны алып барайық. Ол кезде ол кісілер медицинский центр ашылды, Масим центр деген. Ашқан кезде, сол кезде мен соған советник болып бардым. Өйткені ол кезде ол кісілер Кореяда жидкостной цитологиядан енгізе бастады. Соны Қазақстанға алып келді. Соны қалай реализовать етеміз деді. Медицинадан сауатымыз жоқ деді. Сол кезде мені кіргізді. Онда ол кісінің исполнительный директоры бір, сол кісі бәрін бүлдірген, сол кісі деп айтайын. Жақсы жұмыс істеп ол кісі енгізді. Көп нәрсе енгізді. Қазақстанға әкелді. Жан ашып көмектесті талай адамдарға. Сөйтіп жүрді. Бірақ сол кісінің атын пайдаланып, ана Масим центр деген центр дұрыс жұмыс істемеді. Бірге жұмыс істеген Корея жолдастарын да білем. Бірге істеген, мен бірге бардым, талай бірге бардым. Қанша адамдарды, ауруларды ол кісі қолдап көмектесіп, қанша ауруларды жазып жүрді. Сөйтіп жүрген кезде ол кісінің әйелі де ауырып қалды. Эленора Каримовна деген Масимова. Сол кісі ауырып қалды. Сол кісіні маған тапсырды. Арай, осы баласы жоқ, Кәрім жалғыз бала ғой. Осыны көмектесіп жүрші деп. Өзіңе сендім деп. Ол кісі өзі қалада болмайтын, жалғыз болатын. Сол кісімен бүгінгі күнге дейін мен Эленора Каримоваға қарап отырам. Ол кісі менің личный дәрігерім деп айтады мені. Бас кезінде операция жасағанда мен болған жоқпын, басқалар болған. Өйткені ана кісінің өзінің директоры, мен басында ол кісілерде жұмыс істедім. Скринингті кіргізген кезде Минздравта проектісін жазып көмектестім. Сосын мен ол маман, цитолог маман емеспін дедім. Ол жерге профессор Шибанова деген марқұм болды ол кісі. Сол кісіні алып келіп, сол мамандарды онкологиядан әкеп, сол центрге орналасып жұмыс істеген кезде мен айттым, ренжімеңіздер, мен өзім жұмысымды бітірдім, проектісін жазып, научный скринингін алып бердім де, мен өзім жеке меншік өзімнің институма ары қарай кете бердім жұмыс істеп. Бірақ ол кісілермен қатынасымыз дұрыс болып тұрды. Сөйтіп жүрген кезде ол кісінің әйелі ауырып, операциясын жасап дұрыс болды. Сосын қайтадан ауыра бастағаннан кейін
қарайтын адам болмағаннан кейін арай Кореядағылар сені білет, сен де соны білесің сол жолды деп мен алып барып таныстырып ол кісімен бірге. Сонан бастап ол еті 14-ші жылдан бастап мен ол кісімен 10 жыл болып қалыпты ғой даже. Жаңағы Эленора Каримнамен бірге сол кісіні сол кісі қарап отырғанда көмектесем, менің дәрігерім дейді. Өйткені ол кісі тек Кореяда ғана емделеді. Ол кісіде енді 3-ші стадия рак болды, почти 4-ші. Соны удаление етіп 33 рет химия алды, химиотерапия. Қазіргі күнде ол кісіде рак жоқ. Қазіргі күнде оны жоқтыққа шығарып, бірақ для профилактики 6 айда бір тексеріліп тұрады. Дәрілерін алып ішеді, олардың дәрілері бар для профилактики, соны алып ішеді, бүгінгі күнге дейін өте жақсы. Ол кісі, сондықтан айтайын дегенім, мына онкологиямен ауыратындарға сразу айтайын, психологически болды бітті деп өзіңізге крест қоюға болмайды. 3-ші стадиядан жазылып жоқ деген снимать етіп тастады диагнозды. Мен өзім свидетелімін. Тек Эленор Карим емес, көп адамдарға мен көмектестім. Сондықтан ол кісі бірақ мынандай щепетильный, правильный, айтқан нәрсесін уақытында ішеді. Іштеді ме, сол дәрісін ішеді. Мына күні кел деді ме, сол күні келеді. Сондай правильный адамда өзі тиянақты. Сондықтан соның арқасында шығар ол кісінің сондай жазылып кететіні. Әрине сопутствующий аурулар болды, жүрегі ауырды. Оны мен бірге апарып, бір кезде аяқ астынан ол кісі барып шунтирование жасап келдік. Аяқ астынан құлап Кореяға барып, біз басқа жұмыспен барғанбыз, бірақ сол жерде құлап, сол кезде шунтирование жасадық. Енді мен әгі жерде операция жасаған кезде қолхат беріп, ол кісіні алып айтуым керек болды. Ол кезде менде сондай вопрос болды. Егер ағаға звондап айттым, аға осылай деді. Мен ұшып келем деді. Кім? Қажымқан Қасым, ата. Ол кісі келем, шыдаңдар деді. Бірақ енді шыдауға момент болмады. Самолет келгенше ол кісіні ол жерде жоғалтып алатындай жағдай болды. Ол кісіні уже алып кетті. Маған қол қойып бер, енді бірдеңе болса. Мен сол кезде қол қойып өзіме жауапкершілік алдым. Өйткені енді мен кісіні өлтірем бе, ана кісіні күтем деп. Сосын кейін енді бісміллә дедім де, бірақ енді сол 1 сағат операциясы енді маған өтпей қойды. Ойлаңызшы мен просто сопутствующий бірге барып, сол кезде сонда бір Аллаға сыйындым, бір Алланың арқасында сол кісіні сөйтіп құтқарып алдым. Тура операция дұрыс болмады, қиын болды. Қайтадан ана врачтар шығып, өзім ішіне бірге кіріп тұрдым. Қайтадан шығып врачтар, қайтадан мен келісім беріп, уже ортасында келіп маған қолғат алды. Қайтадан 2-ші рет жасап, ана коронарный несін, тамырларын үлеген кезде. Соп удачно болды. Болды, бітті, жақсы. Врачтар бір-бірімен құттықтап жақсы болды деп терімді сүрткен кезде аға больницаға кіріп келді. Сондай оқиға болған. Енді ол кезде кім? Карим Масимов премьер-министр, Премьер-министр болды ма? Или президент әкімшілігінде болды ма? Или КМБ, да, білмеймін. Ол кісіде енді хабарласып отқан жоқ па? Жоқ, ол кісілер. Білмеймін, мен араласпам. Мамасы ауырып отқасын. Мамасы араласқан, менімен сөйлескен жоқ. Менімен сөйлескен жоқ, әкесімен сөйлесіп отқан шығар, шешесімен сөйлескен жоқ, менімен сөйлескен жоқ. Менімен вообще сөйлескен жоқ. Мен бір-ақ рет бірінші рет көргенім, сол жерде мен ол кісіні құтқарып қалдым ғой, получается. Сол кезде аға кеп, ой қарағыз дейді мен. Ой қарағыз, сен молодец болдың. Шешеңді құтқардың. Енді ол кісі ылғи маған айтады. Сонан кейін ол кісі айтатын. Арай, міне, апаңа қара болды. Мен саған сенем, саған мен апаңда өзің қара деп. Сосын ол кісі ауырып қалса маған звондайды. Бір жер ауырып қалса, дәрісі бітіп қалса маған звондайды. Енді сізге сенді ғой енді. Иә, сенді. Дәрісі бітіп қалса маған звондайды. Бірақ енді ол мына жердің дәрігерлеріне сенбейді. Өйткені 1-2 рет случай болды деді өзі. Енді мен білмеймін, дұрыс еметкен, сонда только Корея. Енді ол кісі Қажымқан Қасым еще ол кісіні Турцияға апарғысы келді. Өзі сол жерде көп адамдар танып, сол жерге барады, мен білмеймін. Бірақ ол кісі айтты, жоқ, мен только Кореяда емделем, Корея ғана сенем болды деп. Сонан бері Кореяда емделді. Қазіргі кезде Карим Масимовтың ең аяулы анасы, ең жақын адамы соған ажалдан арашалап қалуға себепкер болдыңыз ғой енді. Иә. Ол сіздің бір бизнесіңізге, қызметіңізге қандай бір плюстар әкелді? Жоқ, ешқандай. Мен подальше. Мен бүгінгі күнге жетістігімнің бәрі бір Аллам бар, соның өзім еңбегім бар. Мен даже туған туысқанымды, әке шешемді
марқұм болып кетті, бірақ мен оларға ризамын. Олар маған духовный поддержка берді. Олар мен қызыма қарасты. Мен свободаға жіберіп, қызыма қарасты. Бәрі өз таза еңбегіммен деп айтам. Қорықпай айта аламын. Туысымда көп, танысымда көп, әке-шешемде болды, таныстарымда болды. Бірақ бүгінгі жетістігім тек өзімнің. Аллаға рахмет, бірінші Алла, екінші өзім. Өйткені бас берген осындай. И ата мен әжеме ризамын, өйткені осындай тәрбие берген. Бәр тәрбиеден. Әрине сіздің пейіліңізге, білікті маман екеніңізге, тазалығыңызға сенеміз, күмән жоқ. Бірақ дегенмен де ол кісі бір қарыздар сияқты сезініп қалады ғой. Ол неге мен саған қандай көмек керек деген сияқты бір... Ол кезде КМБ-да істеп жүрді, онда қайтыс болған, әкесі қайтыс болған кезде сонда істеп жүрді ау деймін. Мен қайтыс болғанда келе алмадым ағаға. Артынан сонда барған кезде. Просто ана Масимов центрдегі директоры мені қызғанды ол кісілерден. Мені қызғанды, мен орнына отырғызып қояды деп ойладым екен ол кісілердің. Енді мен грамотный жағынан, со жағынан сөйтіп мені жақсы сөйлесіп сөйтіп тіл табысқаннан кейін. Сосын той бірдеңе кезде мен бармайтын. Өйткені ол сол директор шақыратында маған ренжімейсің ғой деп сарқыт деп әкеп беріп, сарқыт деп айтып, или ертесі күн шайға шақырып сөйтетін. Кім? Элеонора Каримовна. Сондықтан мен көрінбей жүрдім. Шынымды айтсам, мен ол кісілерге де зияным тигізген жоқпын. Мен просто көмектестім. Қазіргі кезде, енді ол кісі, мен анам қайтыс болғанда, мен қатты қиналдым. Ойламаған кезде, ковид кезінде. Сол кезде ол кісі ковидтікке қарамай, мен де ковидпін деген кезде, қарамай үйге келді маған. Сол кезде мен қызым, сенің жаның қиналғанда, мен неге сенің қасыңда табылмағанға деп, сол кезде маған подаркасын әкеп берді, көмегім деп әкеп берді, енді оны отырға айтпаймын. Вот болған сол. Рисковать етіп үлкен кісі ғой. Үйден шықпай жүрді өкінде үлкен кісі. Көп адамдар, туыстарымызда, құдаларымызда келмеген кісілер болды ковид кезінде, көңіл айтуға. Ол кісі келгені маған жеткілікті болды. Сондықтан мен никто никому не обязан. Мен ол кісіге көмектестім, мен оны бірдеңе алайын деп көмектескен жоқ. Мен просто үлкен кісі беспомощный болды ғой ол кезде, көріп тұрып қалай көмектеспеймін деп көмектестім. Бірақ сол маған атам айтатын, әке-шешем де айтатын, сен біреуге көмектестім деп айта берме. Көмектескің келді ме? Болды, ұмыт кет, болды, бітті. Ертең ол бір жерінен шығарып қайтарылады. Сен оған көмектестің, ол саған көмектесуге не обязан деп бізді сөйтіп тәрбиелеген. Сонан кейін, сондай тәрбие болғаннан кейін ба, просто мен ол кісіге көмектестім. Қазіргі күнде де сөйлесіп тұрам, көмектесті сұраса, көмегімді беріп тұрам. Өзі бір подарка беріп, бірдеңе бір рахмет айтады енді алған. Аға барда біз просто как сөйлесіп, дос кезінде ақылдасып, сондай жұмыс. Енді ол кісі мені сыйлайтын маман ретінде сыйлайды. Қара қыз, сен Минздравқа кіргенде бәрі сенен қорқады ғой. Сен білетін адамсың ғой деп. Ол кісімен бірге талай Дариға Назарбаевада бірге болдық. Сосын ол кісі мен көріп қалғам, бәрі ұйғыр дейді, ұйғыр емес. Мен куәлігін көрдім, Найман деп жазылған Ақсудікі. Қандай куәлік емес, бір шежіре ма? Жоқ, компьютерден көрдім, бір документтер, құжаттарды. Сол кезде өзім неге Найман деп жазылып тұрған. Бір құжаттарды оқыған кезде, сол жерде документтерді көрген. Қазақ, Ақсудікі, Талдықорған Ақсудікі. Талдықорған Ақсудікі, Найман деп айтатын, естідім де Найман деп. Ақсуда бір мешіт салды ол кісі. Сол мешітке де барып, ас берген кезде барғам, болғам сол кезде. Сол кезде айтқан Найман деп. Соны естігем, е. Так енді мен енді особо былай жақыншылығым жоқ, шын айтайын. Найман екеніне сенесіз ба? Мен Ақсу болса Талдықорғандықтар Наймандар ғой. Мен өзім Найман болғаннан кейін ол кісіні енді Найман деп, аға деп санап жүрдім. Мен бірақ Кәрімнің емес, кімді аға деп санап жүрдім өзім, Қажымқан Қасымовичті. А так Элеонора Каримовнамен мен жақсы отношениеде. Ол кісі қазір бар? Ол кісі бар қазір, иә. Енді қазір бар, 86-ға келді. Дәрілерін несін сұрап тұрады. Бүгін ғана хабарластым, дәрім бітіп барады, арай заказ бересің бе деп айтты бүгін, мысалы, көмектесу алып беріп жүрмін. Енді бара алмайды қазір, енді ары беріп жүргенге. Оның баласы енді Карим Масимов мемлекетке опасыздық жасады деген баппен
кеше қаңтар оқиғасы бойынша енді жалпыға белгілі ақпарат қой енді бұл. Сондай істі болып сотталды 18 жылға. Анасы бұны қалай қабыл алды бұл жағдайларды сізбен сөйлесеңіз? Ол туралы мен сұрамаймын да, ол кісі жылай береді қазір. Болды, басқа түк демейді. Кезінде мен өздері айтпаса мен сұрамайтын. Негізі звондап тұрады. Туған күнде, мерекелерде ұлым келіп кетті деп айтады. Ұлым келіп кетті, мынаны гүлді әкеп берді, подарка берді деп айтады. Гүл әкеп берді. Естідім бір-екі рет сондай келіп кетті деген. Мен сұрамаймын, ол кісі айтпайды. Маған керек жоқ. Зачем? Мен ондайға, маған ештеңе керек емес. Мен ештеңе сұраған емеспін. Ол кісінің өзі де айтар, қазір естісе. Өзіңіз қалай қабылдадыңыз осы оқиғаларды? Енді мен анасын аядым. Мен әкем ол кезде тірі болатын. Әкем айтатын, қартайған кезде осындайды басқа бермесін дейді. Ана, басқасы не болса болсын, ана анасына ол болды ау деп. Осындай қиыншылық бермесін деп айтты болды. Сосын сұрайтын, сөйлестің бе, хабарластың ба, ана кісі қалай екен деп. Ол кісі Қазақстанда емес қой. Оғанға дейін де Қазақстанда болған жоқ. Сондықтан... Кім Қазақстанда болған жоқ? Эленора Каримовна. Онда тұрып атқан жоқ, онда тұрмайды. Қазір мұнда тұрмайды, Қазақстан? Қазірде тұрмайды, иә. Шетелде ме? Шетелде тұрады, сол кезде де тұратын. Сол жерден Кореяға барып тұратынбыз. Сол Кореяда тұра ма? Кореяда тұрмайды, басқа елдерде тұрады. Әртүрлі. Дубайда тұрады, неде тұрады. Сол әр жерде тұрады. Сол жерде кейде анда, кейде мұнда болады, бірақ дәріні мен жіберіп тұрам, қай жерге жіберді, сол жерге жіберіп тұрам. Басында осында болды, сонан кейін уже аға қайтыс болғаннан кейін ол кісі жалғыз өзі тұра алмады ғой деймін, сонан кетіп қалды. Папасы қайтыс болды ғой, Кәрім сонан кейін. Онан кейін тек телефонмен ғана сөйлесіп тұрамыз, былай көрмеймін. Бір рет бір Дубайда кездестік, онан кейін Грузияда барғанда кездестік. Дәрілерін апарып білдім, онан кейін барған емеспін. Жалпы Кәрім Мәсімовтің өзі жеке премьер-министр ретінде осы денсаулық сақтау саласына қандай маңызды шешімдер қабылдады деп ойлайсыз? Білмеймін, мен оған қатысым жоқ ешқандай. Енді анасына анда-санда звондап тұрса, маған неме деп айтады, мені вообще білмейді. Айтып тұрмын ғой, 40-ында кездестім, дом приемовта болды ғой деймін, сол кезде ана кісі өзі шақырып, мен өзім шетте отырып едім, Арай, бергел. Міне Арай деген осы деп сол кезде таныстырды. Сырттай айтып жүретін шығар, енді олар мен сыртынан біліп қарап жүретін шығар. Мен өзім ешқандай қатысым жоқ. Мен оны ештеңе сұраған жоқпын. Мен ештеңе оларға должен емеспін, олар маған должен емес. Көмектесу ретінде көмектестім. Енді Кәрім Мәсімовке қатысты пікір айтпай отырсыз ғой, ол анасына деген құрметтен ғой. Анасына деген құрметпен ол кісі туралы көп пікір айтпай отырсыз ғой. Иә. Солай деп түсінсек болады ғой. Иә, солай деп түсінсек. Ертең бірдеңесі болып қалып, кедерім тиіп кетпесін. Ол кісі қалмады емес бірақ. Бірақ енді ол бәрі рас. Жоқ, мен айтқаным бәрі рас. Атын да айттым, бәрі деп отырған жоқ. Иә. Бірақ қайда екенін мен айтпай қойайын. Жақсы. Сіз құдайшыл сияқтысыз, сұхбат барысында сөзіңізден байқадым. Өмір тарихыңызбен танысқан кезде мешіт салғаныңызды білдім. Жалпы ғылымға өте берілгенсіз, ғалымсыз. Осы көп адамдар көз ашық деп айтайық, осы ғылым мен дін үйлеспейтіндей пікір айтады. Біз негізі қайдан пайда болдық? Бәрі бір Алланың бұйрығымен істелінеді. Алла деген, дін деген негізі адамның кеудесін қыздырады. Адамны бір арманға жолдайды, қолдайды, қорқынышты сезіндіреді, қорқыныштан сақтайды. Сондай нәрсе деп өзім сезем. Мен әрқашан айтам, Алланы бар екенінің бәрі жоқтаған ешкім жоқ. Алла бар. Мен Алламен бірге жүрем. Мен бірінші Алла деймін. Өйткені мені қолдайтын тек бір Алла. Артынан әке-шешем кетеді, басқасы кетеді. Бүгінгі істеген тәуекел деген кезде бісміллә Алла бастайық деп айтамыз. Біз осы сөзді айтсақ, значит, бар ғой. Неге біз оны жасырамыз? Бірақ оны Алла бар екен деп, ойбай, бәрі екі сөздің бір Алла деп, Алланы адам жүрегімен жақсы көру керек. Ауызбен емес. Мен сол адам.
Мен Алланы жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем. Мен бірақ оны жүрегіммен жақсы көрем. Мен жолдасым болған. Сол кісі от крайности до крайности дейді ғой. Сол кісі ең соңғы кездесімізге екеуміздің тапқанымыз Алланың жолына түсті, намаз оқыды. Қабыл болсын, дұрыс. Бір күні енді отырсақ екі сөздің бірі Алла болып кетті. Енді үйде басқа да тіршілік бар. Жұмысымыз бар, ғылыми жұмысымыз бар, басқа да бар. Бір Алласыз тамақша аламыз ба бүгін дедім мен. Сол кезде стол төңкеріп кетіп, мені қарғады. Сенің аузың қисайып кетсін. Сен сөйтіп кет, бүйтіп кет, Аллаға қарсы шықсын деді. Сосын айттым. Жаным, кешірерсің дедім. Аллаға қарсы кесірсем, жол жүрем машинайден, төңкеріліп қалайын деді. Аллаға қарсы шықсам, жолымды кесіп тастасын деді. Мен Аллаға қарсы шықсам, мен ары қарай өсірмесін деді. Бірақ мен Алланы сен сияқты ауызбен емес, мен жүрекпен жақсы көремін деді. Өмір уақыт көрсетеді деді. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екен деді. Сонан екеуміздің жолымыз екі жаққа кетті. Сонан бастап мен бетім ашылды да қарсы сөйлей бастадым. Оғанға дейін бәріне шыдап көніп келген еді. Қазір уақыт көрсетті. Мен еще раз убеждаю, что уақыт көрсетеді. Шыдам керек, сабыр керек. Қазір ол кім, мен кіммін. Ол кезде ол кім еді, мен кім едім. Сол көрсетті уақыт. Өйткені Алла мені қолдады, оны емес. Менің бүгінгі жетістігімнің бәрі сол Аллаға деген сенімділігінің арқасында. Мен бірдеңеге сендім. Мен өйткені бірдеңе істеу үшін кіммен ақылдасам? Жатып аламда сол бір Алламен сөйлесем. Осылай істейін деп едім, осылай хочу, осылай болады менде. Осылай қолдайсың ғой, осы сенің қолдауымен осын істеймін деп, осылай мен істеймін деп, ол кісіге не берем, өзім. Сонан кейін соны істеймін. Болғаннан кейін, Алла, мен осын істедім деп айтам. Жаңағыде міне частный бизнесті істеп жүрген кезде, ковид кезінде көп благотворительность жасадым. Қанша телевидение сөйлеп, вирус туралы айттым. Сол кезде бір Құдай өзімен наградить етті, компаниям өте күшті прибыль алып, өте жоғары деңгейде болды. Сол кезде бірақ анамды алып кетті. Сонда жылдың есебін беріп анализ жасаған кезде кеп сөйлесем. Алла тағала, мың да бір рахмет, мынандай көрсеткішпен мен аяқ астынан байытып жүрсің. Байытам десең, форчкадан да байыт деген сөз дұрыс рас екен ау деп өзім. Бірақ соның бәрі беру үшін сен анамды неге алып кеттің? Сонда анамды алу үшін соны істедің ба? Или мен соның бәрін қайтарып берсем, анамды қайтарып бересің ба? Неге несправедливо жасадың деп қатты ниеткенім бар. Сол қатты өкіндім енді, анамды жоғалтам деп ойлаған жоқпын. Негізі өзім шал кемпірдің баласымын. Мен қазақи тәрбие бойынша ең 10 балалы әкем 10 балалы ағайын. Сонда ең бірінші немере болғаннан кейін мені атама берген. Атам мен апамның қолында өскем. 40-нан шығармай апарып берген ғой, сенесіз студенттер. Сонда сол кісілерге өскем. Бірақ бірінші классқа барарда атам мен апам әке-шешеме қайтарып берген. Біз оқыта алмаспыз, дұрыстап, өзі қызың болған жоқ, міне қыз деп. Сөйтіп мен екі ортада қалдым. Әке-шешем де маған ағайым мен апам сияқты. Атам мен апам да не әке-шешем болмады. Ана 10 ағайынды да вроде солардың баласымын, бірақ солардың баласы емеспін. Сөйтіп жалғыз болғандықтан мен ешкім ішкі дүниемді сұраған жоқ. Бірақ сол анала әке-шешем де ренжітті, өздеріне бауырына баспай. Ата мен әжем де ренжітті мен берген үшін. Ана ағайындылардың бәрі баласым, бірақ баласы емеспін жеме-жем келгенде. Сол обиданың бәрі мен өзімді мықты қылды. Намысқор қылды. Сол намысыма тырысып, солардың бәріне жем болмай, өзімді көрсетейін деп өстіп еңбек еттім. Оқуымды да сөйтіп оқыдым. Сөйтіп жетістіктер жеттім. Сонда мен жалғыз қалдым. Сонда кіммен сөйлесем? Мен только бір Алламен сөйлесем. Сол кезде маған Аллам көмектесті. Сондықтан мен сондай мені дәрежемді көтерді. Мен енді доктор болдым, профессор болдым, бәрін ол кітап жап. Артынан бизнес аштым. Бизнесте де қиыншылықтар көріп, соны келіп, бірақ аз уақытта жаңағыдай жетістіктерге жеттім. Ол жерде де мен айтайын дегем халыққа, еңбек етсеңіздер, ерінбей жемісті обязательно көресіздер. Сразу көрмесеңіз де артынан көресіздер. Арай Мағауияқызы, сізге көп рахмет. Ашық, жарқын әңгіме айттыңыз. Халыққа медицина саласы бойынша
көп мәселенің басын ашып көрсеттіңіз. Көп рахмет. Жұмысыңызға жеміс тілейміз. Аман болыңыз, арқырап жүре беріңіз. Рахмет. Қадірлі біздің көрермен, сұхбатымыз аяқталды. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.